Қырмызы көп кешікпей Алматыға қайтып кетті. Бірақ өзі кеткенмен колхоз жастарының көңілдерінде оның әсем бейнесі қалды. Ал Қаражанның кешегі жақсы көргендегі бүгін Қырмызыға деген өшпенділікке айналған. Ол өшпенділік қыздың енді өзіне жоқ екенін түсінген сайын үдей түсті. Бірақ іш қазандай қайнағанмен қолдан келер дәрмен жоқ Қаражан бітеу жара боп қала берді. Қырмызыдан күдерін біржолата үзген жігіт көп кешікпей бір жетім қызға үйленді. Сорына қарай ол бейшара бала көтермеді. Бірақ әйелі жақында қалаға барғанында жетімханадан әп-әдемі бір баланы алып келді. Менен сұрамай сен біреудің тастап кеткен баласын неге әкелдің? Деп Қаражан әйелін көгала қойдай етіп ұрды. Баланы алған жеріңе апарып таста, деді. Қанша таяқ жесе де әйелі көнбеді. Өлтіріп тастасаң да апармаймын, өзім бала етемін, өзім асыраймын, деп ол қасарысып отырып алды. Шүйкедей әйелден мұншама қайсарлық шыққанына Қаражан таң қалды. Бұдан әрі ұра беруге өкіметтен қорқып әйелін ұруын тоқтатты. Бірақ бәрібір бір күні өзім апарып тастаймын, деп күнде зәресін алды. Қаражанның сөзінен қорққан әйелі баласын көзінен таса етпеді. Жұмысқа барса оны арқасына таңып үйге келгенде қолынан тастамады. Сөйтіп жүргенде емдетпей асқына түскен соқыр шегі жарылып кетіп, 3 сағаттай қысылып жатып, бір күні әйелі де дүние салды. Шу дегеннен ақ әдемі баланы жек көрген кескінсіз Қаражан енді баладан сезірек құтылуды ойлай бастады. Міне осы кезде апасының үйіне дем алуға колхозға Қырмызы келді. Және жалғыз емес, қасында күйеуі мен бір жастан жаңасып бара жатқан қыз баласы бар. Қырмызының шыққан жігіті белгілі ақын екен деген сөзді Қаражан бұрында естігенді. Ал өзі бұл күндері колхоз қоймашысы болып жұмыс істеп жүрген. Станцияға колхоздың жүгін алуға барғанында вагоннан түсіп жатқан баласын көтерген Қырмызыны көрді. Жанында сірә күйеуі болу керек бойшаң аққұба жігіт бар. Қырмызы дәл осы кезде жылаған баласын уатып, құшақтап көтеріп, бетінен кезек-кезек сүйіп әлдилей бастады. Кенет Қаражанның өн бойын бір ашу өкпе дәрменсіздік билеп кетті. Аздан кейін бұл сезімдер ызаға айналды. Ыза оның жүрегін қабындырып, бәлем Қырмызы, сенің өзіңді де дәл осы балаңдай жылатпасам, Қаражан атым құрсын, деді ол кенет өзіне өзі. Анау жылаған бала Қырмызының баласы емес екенін білсе, сөз жоқ Қаражанда мұндай қара ой тумас еді. Заты өзі таппаса да әйел жынысы еркекте емес, анағұрлым бала құмар келетін Қаражан өз әйелінен білетін. Ал анау кішкентай бөбек Қырмызының өз баласы. Бауыр етінен жаралған қуанышы. Сондықтан айырып көрсең Қырмызыны сол қуанышынан, сонда білерсің оның көз жасынан қалай сел боп аққанын, деді ол өзінен өзі тағы да. Қаражанға шешім аяқ астынан келді. Оның есіне өзімен абақтыда бірге отырған бір қарт бұзықтың сөзі түсті. Егер шын өштескен адамыңнан кегіңді алғың келсе, сен оны өлтірме. Өлтірсең, оның өкініші де, арманы да бәрі де өзімен бірге кетеді. Ал кегің қайтсын десең, сен оның ең жақсы көрген адамын өлтір. Сонда көресің оның қалай қан жылағанын, қайғырғанын. Өшің сонда ғана қайтады деген. Қаражан да солай істемек болды. Жоқ, ол Қырмызының баласын өлтірмейді, ұрлап әкетеді. Әзірге тек ұрлап әкетеді, содан кейін барып. Міне осы айдан кейін Қаражанның жаны тыншу таппады. Соңынан өзі тұрған фермадан орталық колхоз поселкесіне келіп, күйеуі колхозшылармен әңгімелесуге кеткенінде апасының үйінде Қырмызының кішкентай баласымен жалғыз қалатынын білді. Ауыл адамдары бұл кезде тайлы тұяғына дейін қалмай мақта жинауға шығады. Ал Қырмызы кешке таман жұмыстан жұрт қайтар алдында бөпесін алып, ауыл шетіне қарай аяңдайды. Сонау дөңесті беттей қол арбасына байлаған кішкентай күміс қоңырауын шылдырлатып, жас нәрестесін қыдыртып, ақ жібек көйлекті Қырмызы алыстан аққу құстай көлбеңдейді. Бұны көрген Қаражан қайғыдан көзі қарауытып, жүрегі жарылып кете жаздайды. Ол колхоз орталығына бағана келген. Асыранды баласын әзірге бұдан 2 күн бұрын осындағы бір таныс әйелдің үйіне қалдырып кеткен. Ойы бүгін ертең қаладағы жетімханаға қайтадан апарып тапсырмақ. Қазір Қаражан орталыққа кіре беріп, Қырмызы жатқан үйдің алдында тұрған, үстіне қызыл көрпе жапқан кішкентай қол арбаны көрді. Қызыл шүберекті көрген сүзеген бұқадай қызыл көрпелі арбаны көргенде кенет қабағы қарш жабылып ызалана қалды. Сол ақ екен, енді ол дәл осы сәтте бір орасан қылмысқа бел буды.
Дереу тастап кеткен үйінен баласын алып кейін бұрылды. Не істемек, қандай күнәға бармақ? Қырмызыны өлтіріп баласын тартып әкетпесе, ол тірідей бөбегін берер ме? Ал Қырмызыны өлтірер болса, кішкентай нәресте оған неге керек? Қаражан бір сәт алдында отырған өзінің асыранды баласына ашулана қарады. Оның бұл көзқарасында осы бір бейкүнә нәрестеге деген рахымсыздықтан бөтен ештеңе байқалмады. Жоқ, Қаражан қазір бұл балаға ғана емес, бүкіл дүниеге осылай рахымсыз қарауда еді. Бала да желкесіне өтіп бара жатқан ызғарды сезгендей мазасыздана қалды. Ал өгей әке мен кішкене сәбидің арасындағы бұл жат сезім, араздық дәл қазір емес, осынау нәрестенің осында келген күнінен туғанды. Бала да өгей әке жүрегін сезгендей, сол бірінші келген күннен-ақ бұған жібімеді. Қаражан жанына таясақ болғаны шыр етіп жылап қоя береді. Мұндайда Қаражан баланы аямай жағынан тартып қалады. Бала одан сайын үйді басына көтеріп шырылдайды. Шыдай алмай араша түскен әйелін Қаражан өңменінен итеріп жібереді. Сорланы шалқасынан барып құлайды. Міне осы сәбиді қатыны өлгеннен кейін бұл бұрынғысынан да жек көреді. Бір рет тіпті қасқыр жесін деп айдалаға апарып тастамақта болды. Бірақ балаң қайда деп жұрт сұрай қалса не жауап беремін деп заңнан қорықты. Ал қазір басқа шешім өзіне өзі туды. Көрсін Қырмызы өз баласының орнына бөтеннің баласын бақып, деді Қаражан. Күн екіндіден асқан шақ. Қырмызының сәбиімен серуенге шығатын кезі. Ол қалың талдың арасынан Қырмызының шығуын күтіп тына қалды. Міне Қырмызы да шықты. Баласын арбасының ішіне жатқызып бірдемесін әкелуге үйге қайтадан кіріп кетті. Сол уақытта аттың тебініп қалып Қаражан бесіктің жанына жетіп барды. Көзлескен жоқ, ол алдындағы өз баласын жерге тастай салып бесіктегі сәбиді іліп ала жүре берді. Сол сәтте Қаражан қалың ағаш арасына кіріп жоқ болды. Сірә іздеген затын таба алмады ма, сәл кешігіп үйден Қырмызы шықты. Арбасына келді. Аң-таң боп жан-жағына қарады. Анадай жерде жылап тұрған кішкентай бөтен баланы көрді. Жүгіріп жанына барды. Айналайын, мен кішкентай бөбегімді көрмедің бе, деді. Зәресі қалмай қорқып жылап тұрған бала кішкентай қолымен Қаражанның кеткен жағын көрсетті. Сөсін өксіп, қара алып кетті, деді де тағы еңіреп қоя берді. Бала өгей әкесін үнемі әке деме қара деп атайтын. Қырмызы бір сұмдықтың болған енді сезіп жылап қоя берді. Ұзын қою көрпіктерін бір ашып бір жұп үлкен жәудір көздерінен моншақтай аққан жасын қолының сыртымен сүртіп, ағыл-тегіл үнсіз жылаған баланың жанында сұп-сұры боп кеткен Қырмызы мен таяғына сүйеніп тұнжырап қалған ауылдағы жалғыз қарт не істерлерін білмей абыржып тұрғандарында жұрт та мақталықтан қайта бастаған. Болған оқиғаны естіп колхозшылар жағаларын ұстады. Ауылдағы 2-3 атқа жігіттерді мінгізіп, баланың нұсқаған жағына қарай жоқтаушыларын аттандырды. 5-6 белсенді үйді тінтіп, құдық біткенге кісілер түсірді. Еш жерден бала табылмады. Тек әбден қасқарайып жұрт тегіс жиналған кезде ғана халық әркімнің айтуымен әзер дегенде болған оқиғаның ұзын ырғасын түсінді. Председательдің өзі бастап 2-3 жігітті ертіп Қаражанның үйіне келді. Қаражан фермада болмай шықты. Бірен-саран оны көрген адамдар бағана түсте кеткеннен әлі оралған жоқ деді. Олар әрине қоймашының қайда кеткен айта алмады. Қаражан ертеңінде де үйіне келмеді. 3-ші күні де. Содан барып әлдекімдер оның колхоз қоймасындағы кей заттарды станцияға барып сатып жүрген естеріне түсірді. Ал басқа біреулер Қаражан алыс жолға жүргісі келгендей соңғы кезде жалғыз атын жемге байлағанын айтты. Дереу комиссия құрылып Қаражанның қоймасы тексерілді. Колхозға деген көп дүние мүлік, қоймада жатқан кейбір машина тоңғалақтары тәрізді аса керек заттар жоқ боп шықты. Қоймашының бұлардың бәрін жасырын сатып жібергеніне ешкім шәк келтірмеді. Енді Қаражанның жегені сатқан үшін тартатын жазадан қорқып қашып кеткені айқындалды. Бірақ ол баланы алып қашты ма, әлде бір жерге тастап кетті ме, бұл арасы әлі белгісіз еді. Және қашқын адамға бір жастан жаңасқан сәби неге керек? Мүмкін мына кішкентай бала шатыстырып алған жоқ па? Бұл да күмәнді болатын. Әйтсе де аудан көлемі боп іздеуді тоқтатпады. Ал ешкім жоқ кішкентай жетім баланы Қырмызы амалсыздан өз бөлмесіне алып келген. Әрине далаға тастап кетерліктей баланың еш жазығы жоқ қой. Бірақ ол үйге кірісімен бүк түсіп жатып алды.
ешкімнің шақырғанына да бармады. Тамақ та ішпеді. Осылай жатып әбден қалжыраған кезде ұйықтап кетті. Тек ертеңіне алыс бригадаларға барып жаңа оралған Асығат үйге кіріп келе жатқанда оған танитындай қарап, жастықтан басын көтеріп алды. Үй іші толған кісі еді. Бала ұшып түрегеліп Асығатты барып құшақтай алды. «Көке, сен неге ұзақ келмедің?» деді екі көзі жасқа толып. «Сағындым ғой». Жұрт аң-таң боп қалды. Тек бір кемпір ғана: «Бейшара-ай, әкесіне шырамытып тұр-ау мына жігітті», деді. Шынында солай еді. Баланың әкесі осы Асығат тәрізді бойшаң, қой көзді, көзілдірікті, ұзын шашты жігіт еді. Ол осыдан 3 ай бұрын қайтыс болған. Қаза тапқан күні сәби балалар бақшасында еді. Әкесін жолдастары жерлегенін де білмеген. Тек күнде келіп апасы бақшадан алып кететін, бала жоқтай бастағанда ғана тәрбиеші әйелдер: «Көкең алыс жаққа сапарға жүріп кетті, жақында келеді», деп жұбатқанды. Содан бері бала көкесін әне келеді, міне келеді деп күтіп жүретін. Ал шешесі одан 1 жыл бұрын қайтыс болған. Ал көкесі әдеттегісінде көтеріп алып құшақтап, екі бетін сүймегеніне бала аң-таң. Әлде басқадан ба? Жоқ, көкесі. Көзі де сондай мейірбанды, шашы да ұзын. Бірақ неге құшақтап бетінен сүймейді? Балалар бақшасына келгенде үнемі сөйтетін еді ғой. Асығат әйелі бауырына басалған нәрестенің жоғалған бүгін таңертең ғана естіген. Сабырлық сақтап тұрған болмаса, іші алай-дүлей өртеді. Бұ да қуыршақтай сүйкімді кішкентай қыз баланы өзінікі санап жақсы көре бастағанды. Кемпірдің сөзін құлағы шалапла естіп қалды. Дегенмен баланың өзін біреумен шатыстырып тұрған түсінді. Енді оған зейін аударды. Кенет еңкейіп баланы көтеріп алып екі бетінен кезек-кезек сүйді. Бүйтпеске Асығаттың амалы қалмағанды. Еңкейгенде ол ұзын қою кірпіктерінің астынан тостағанда үлкеннің екі көзі жасқа толып, өзіне мөлие жалына қарап тұрған, өңі бозғылт тартқан бүлдіршіндей сүп-сүйкімді баланы көрді. Баланың қайғы туған көздерінен өзіне деген бір орасан махаббатты жалынышты аңғарды. Асығат шыдай алмады. Сәбиді көтеріп алып бауырына қысып, екі бетінен тағы кезек-кезек сүйді. Қалқам-ай. Жоқ, бұл көкесінің өзі. Әрине көкесі. Тек өзінің көкесі ғана осылай сүйе алатын. Баланың көзінен енді қуаныш жасақты. Екі беті балбырап, ұзын кірпіктері дір-дір етіп, Асығаттың мойнынан өзінің балдырған білектерімен құшарлана қысып, әкесінің кішкентай құшағына қуана тартты. Жақында ғана бауырларына салған нәрестелерін жоғалтқан ерлі-зайыпты 2 жас адам салдары суға кетіп, 1 жетіден кейін Алматыға қайтты. Өздерімен бірге Қаражан тастап кеткен баланы да ала жүрді. Бірақ қалаға келісімен бұлар оны бірден жетімханаға апара қоймады. Өз қайғысынан есінен адасуға жақынана алғашқы кезде балаға тіпті көңілде аудармады. Сөйтсе де балада тірі жан ғой. 1-2 күннен кейін шерлана ұйқылап жүріп, оған тамақ беріп төсекке жатқызатын болды. Ал сәби бүкіл дүниеге таңырқай қараған періштедей күнәсіз бір керемет еді. «Жетімханаға барасың ба? Онда жақсы тәтелерің бар», деді Қырмызы оған бір күні. Бұл сөзді айтарын айтса да, жас келіншек кенет өз сөзінен өзі ұялғандай қысыла төмен қарады. «Бармаймын», деді бала. Қырмызы оның даусынан бұрын байқамаған қайсарлықты естіді. «Барсам көкемнен тағы айырылып қаламын». Қырмызыны енді бір орасан қуаныш билей жөнелді. Ол еңіре жылай жіберіп, баланы бауырына қысып, екі бетінен құшарлана шөп-шөп сүйді. «Құлыным», деді ол, даусы сәл жадырай, «сені өзімде жібермеймін». Асығат пен Қырмызы баланы өз аттарына жаздырып алды. Есімін Еркебұлан қойды. Міне осылай Асығаттың жалғыз ұлы Еркебұлан жаңа әттең жаңа әке-шешемен дүниеге келді. Ал ол әсіресе Асығаттың жанының жаны, жүрегінің жүрегі болды. Қырмызы да бұны туған баласы санады. Еркебұлан да махаббатқа махаббатпен жауап бере алды. Бала әрберден кейін Қырмызының туған шешесі емес екенін де мүлдем ұмытты. Анасы десе ішкен асын жерге қойды. Егер шешесі қонаққа не театрға барып кеш келсе, Еркебұланы кірпік қақпай оны күтіп отыратын болды. Ал анасы үйге кірген сағатта Қырмызыға еркелеп, мойнына асылып, алуан тәтті қылық көрсетті. Нәрестелерінен тірідей айырылған қос жұбайға бірте-бірте қайғыларын ұмытуға Еркебұлан себеп болды. Ол әке-шешесіне деген махаббат, мінез-құлық таба білді.
Сөйткен жалғыз ұлдары мынандай кеселге шалдықты. Асығат пен қырмызы күйінбегенде кім күйінсін? Асығат пен қырмызы жыламағанда кім жыласын? Екеуі екі бөлмеде таң сазы бері ғана талмаусырап көз іліндірді. Ал таңертең Асығат тіпті бөтен адам боп түрегелді. Кешегі ақ ұрған, бірден қартайып кеткен адамдай бүкірейе қалған Асығат емес, бөтен Асығат. Қимылы да, сабырлы да, сөзі де орнықты. Баласына шын жаны ашыған әке құр қайғыдан ештеңе шықпайтынын түсінген. Болған іске болаттай боп баласының тағдыры үшін күресуге бел буған. Демек сонда қалай күреспекші? Қай жағынан бастамақ? Дәрігерлер консилиумы Еркебұланды депрессияға ұшыраған деген қорытынды шығарды. Әкесі мұнымен жамандыққа қимады. Ойлай-ойлай баласының кенет мұндай күйге ұшырауы не жұлдыздан келді, не өзімізден болды деп жорамалдады. Өйткені әкесі мен шешесі жалғыз ұлдарын тек жақсы көрумен болған. Не тілесе соны орындауға тырысқан. Ал қиындыққа, өмірдің кейде кездейсоқ келетін соққысына қарсы тұратындай етіп шынықтырмаған. Баласы өзінің көрген қиындығының мыңнан бірін көрмей өсті. Сондықтан ол өзіне тиген бірінші соққыны көтере алмады. Әрине ол қандай соққы, әкеге әлі беймәлім. Жұлдыз деген құр жорамал. Әйтсе де баласына бір соққының тигені даусыз еді. Сол соққыдан құтылам деп арақ іше бастады. Бұрын араққа үйренбеген жасқа бұл да қауіпті жол. Кімді болса да шатастыруы мүмкін. Мүмкін. Қайткенмен де мен Еркебұланым үшін күресуім керек. Онсыз маған өмір жоқ. Ал ол тіріде. Ақын Сағаттың көзі бір сәт қабырғадағы айнаға түсіп кетті. Өз суретіне өзі таң қалды. Бұрын қандай еді? Кенет ол көзін жұмды. Алыстан таяй түскен толқындай дәл осы сәтте оның жүрегінде тізбектелген жыр шумақтары туды. Ол күбірлеп сөйлей бастады. Ол кезде біз жалаңашта ашта едік. Дүниені құрмақ ек, бірақ қайтадан. Өйткені біз жалын жанды жас едік. Өн бойында асау жігер қайнаған. Енді міне көңілді қайғы қаптаған. Тұрғандаймын тозып 90 жасқа кеп. Өзіме өзім қараймын да таң қалам. Осы менің жас болған рас па деп. Шіркін өмір өтіп кетіп барады. Қызық бар ма түсер оған пара-пар. Болса өнерің, артыңда атың қалады. Өлгенге одан бірақ қандай пайда бар? Ұлым еді өмірімнің жалғасы. Онсыз менде өткен көптің бірімін. Жоқ, ерте төгілмеші көз жасым. Ол тіріде, мен де әлі тірімін.